Қол алақанымен бірге болу керек. Алға да шығып кетпесін, ішке аралмасын. Опора күшті болу керек. То же самое тізе и не балтыр. Не құйрығымыз, е. Енді бүйтіп итереміз қолдан, итереміз. Сосын қайтадан келеміз де жоғары қараймыз. Отырамыз. Отырамыз. Сосын көтерілеміз осылай. Көтерілдік. Қайтадан 1, 2 және 3 ішіміз кететін болады. Беліміз ауырмайтын. Қайтадан тұрып аламыз. Вдох, выдох. Енді үш рет жасаймыз. Дейміз да. Содан кейін барып, осыдан тұрамыз. И ұстап алып, мына өкшеден бүйтіп қабырғаның арасын ашамыз. Сосын қайтадан отырамыз. Тағы да келесі жағымызды қабырғамызды ашамыз. Отырамыз. Тағы бір рет. Дейміз. Молодцы. Содан кейін аяғыңызды осылай қоясыз да. Келесі қолыңыз осылай тұрады. Мына қолыңызбен оң қол сол қай жағыңызда отырсыз. Сосын бүйтіп арқаңызды дөңгелетесіз. Арқамды дөңгелетіп, жауырынды ашам. И кеудемді көтеремін. Оң жағыма қараймын, және сол жағыма қарап тұрамын. Сол жаққа қараймын. Оң жаққа қараймын. Тағы екі рет жасаймыз. Енді бір рет. Енді қолымыз созып, тағы да бірдеме алғыңыз келіп жатқан сияқты мына жерді ашамыз. Ашамыз. Енді кеудеңізді ашыңыз. 1, 2, тағы екі рет. 3, 4. Аяғыңыз созыңызда. Бүйтіп қолыңызды, бүйтіп артқа несеңізді, қай қолыңыз жеңіл қозғалып тұр. Қараңызды, салыстырыңыздар, көрдіңіздер ме? Мен не жақ жасаған кезде, қарасаңыз, мен не жақ иығым уже жеңіл болып тұрады. Сөйтіп салыстырыңыздар. Келесі жағын жасаймыз, тағы да. Арқамызды дөңгелетеміз. Сосын ашамыз. Жанымызға қараймыз. Төмен қараймыз. 2, 3 және 1 рет. 4. Енді бірдеме алғым келген сияқты созамыз. Қайтадан ашыламыз. Созамыз. Бірдеме алғымыз келеді. Ашыламыз. Тағы екі рет. Созамыз. Қолымызды. Ашыламыз, молодцы. Енді екі аяғыңыз созып, тағы екі қолыңызды жеп-жеңіл көтеріп тұр. Осының басында осылай істеп алыңыздар. Ең басында. Айтып алып кеткем, чтобы салыстыру үшін. Сол кезде қол бетіп, аяғыңыз дейтін жеңіл қозғалатын болады. Молодцы. Енді былайына жатамыз. Осылай жатамыз. Тағы да қоямызда арқаңызды бетіп дөңгелетіңізді. Бүйтіп ашыламыз. Кетті вдох, выдох. Ровно тұрсын, аяқтарыңызды алға кетіп қалмасын, ровно тұрсын. Тіреп тұрсын. 1, 2, 3 және 4. Енді қолыңызды бүйтіп бірдеме алыңыз керек, бүйтіп айналдырыңыздар. Артқа қарай бармаймыз, болмайды, өте мойына ұрады. Тек қана алдағы, міне осы алға қарай круг жасаймыз. Кетті. 1, 2, 3, кейін қарай. 1, артқа қарай бармаймыз. 2, атол мойына ұрады. 3, сосын иыққа жатып алмаңыздар, иыққа жатып жасау болмайды, көтеріп отырыңыздар. Енді салыстырамыз, екі жағымыз көзін жұмып қойып, қаяқ жағымызды ашылып, күшті қан жүгіріп жатқан сияқты. Әрине жасаған жағымыз, енді келесі жаққа қарай
жатып алғанымыз оның барлығы общий біздің организмімізге қан жүгіріп жатыр қазір дейтін. Кетті. Арқамызды дөңгелетеміз. Бір. Екі. Жоғары қараймыз. Төмен қараймыз. Үш. Және төрт. Енді круг жасаймыз. Алдымызға қарай тек. Больше алдымызға қарай. Артқа қараймыз. Бір. Екі. Үш. Төрт. Кейін қарай. Бір. Екі. Үш. Және төрт. Иә? Сол кезде әр жағымызға уақыттарыңыз болса 3, 4, 6 рет шейін болады. Видеоны тоқтатып қойып жасасаңыз болады. Бүйтіп былайланып бүйтіп көріңіздер күшті. Енді арасын ашыңыз да аяқты. Қолды көтеріп, міне қайтадан былай барамыз, артқа қараймыз. Аяғымызға қараймыз. Арт жаққа қараймыз. Кетті. Бір. Аккуратно. Екі. Және үш. Көзіңізді жұмып, салыстырыңызда бүйтіп. Қай қолдарыңыз арт жаққа әдемі барып тұр. Қай қолдарыңыз прям легко жіберіп тұр. Әрине жасаған жағымыз, кетті. Қайталаймыз. Бір. Қолымыз қайда барады, соға қараймыз. Екі. Үш. Вдох бүйтіп жасаймыз. Төрт. Молодцы. Сосын бүйтіп айналамыз бүйтіп. Осылай айналам. Алға қарай. Оңға, солға осылай айналдырамыз. Сосын массаж жасаңыздар бүйтіп. Бүйтіп массаж жасаңыздар. Арасын бүйтіп ашып. Көтеріп былай массаж жасаймыз. Жасаймыз осылай. Жасаймыз. Сосын аяқтарыңызды бір ай осылай отыра алсаңыздар, арқа түзу болу керек. Немесе кирпич жаңағыдай болады ондай. Бірдеме салып қоясыз, немесе диванға отырыңыздар. Аяқтарыңызды түсіріп қой диванға. Былай ни в коем случае былай отырмаңыздар. Өйткені асимметрия болады, Осылай қоямыз да, бүйтіп қабырғамызды ашамыз. Екі. Үш. Төрт дейміз да, қарамағыз қолымызбен бүйтеміз. Атөпке күшті. Келесі жағымызға. Сосын ашыламыз, қолымыз бүйтеміз. Ашыламыз, қолымыз. Жасап отқанда арқамыз дөңгеленбеу керек. Сол үшін диванның шетіне болсын, немесе астымызға бірдеме жаңағы плед бірдеме салып қойсаңыздар болады. Дейміз да, содан кейін вдох, выдох тастап. Вдох, выдох. Вдох. Алда уақытта тағы да көрсететін боламын, күшті техникалар. Бастапқы уақытта осы